Бүгін сіздерге қазы айналдыру әдісімен бөлісемін. Видеоны аса лайк басып, жаңадан сеп-жормашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Тұзымызды салып, үстіне қара бұрышымызды қосып, және де қызыл бұрышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қазымызға тұзымызды жағып шығамыз. Барлық жеріне жақсылап тұрып жағып шығамыз. Ешқандай жері қалып қоймау керек. Бүкіл жеріне толық тұзды сеуіп шығамыз. Тұзды сеуіпкеннен кейін 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Бір-екі сағат тұрған қазымызды шегімізге салып айналдырамыз. Менде искусственный шек. Искусственный шекті алдын ала ыстық сумен жуып аламыз. Видеода көрсетілгендей қылып қазымызды салып шығамыз. Қазымызды шекке салғаннан кейін екі жағын жіппен байлаймыз. Жақсылап байлап шығамыз. Осы рецептпен қазыны айналдырсаңыздар, қазыларыңыз өте дәмді болып шығады. Видеоны аса лайк басып, жаңадан сеп-жормашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.